Саламатсыздар ма, қымбатты ұстаздар және менің сүйікті оқушыларым. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жұлдызды аспан. Менің есімім Ақперде Барошан Нәбиқызы. Зерде мектеп гимназиясында көркем еңбек пәнінен 1 мен 9 сыныптардың арасында сабақ беремін. Бұл тақырыпқа байланысты сабақтың мақтасы күрделі шығармашылық идеялар мен сезімдерді жеткізу, айқындаушы құралдарды таңдау және пайдалану. Екінші, материалдар мен құралдарды қолданылды. Қауіпсіздік техникасын сақтау, оның маңыздылығын түсіндіру. Сабақ мақсаты кезінде жұмысты көрмеге шығару, өзара бағалау және жүргізу. Сіздерменен жұмыс істеген кезде жұмыстың алдында біз слайдты көріп кетейік. Осы тақырыпқа байланысты. Сіз өмірінде бір рет болса да түнгі аспанды байқаладыңыз ба? Мына жерде күн жүйесі ғаламшары жұлдыз аспанда. Мына сіз көріп тұрсыз бірнеше планеталарды: Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Міне түнгі аспандағы жұлдыздарды тамашалаған адам жоқ шығар. Адам көктегі тылсым дүниенің құпиясын білмекке құштар болады. Меркурий планетасын көріп тұрсыз. Сондықтан да бұлар аспан денелерін зерттейтін астрономдар пайда болды. Міне Венера планетасы. Жұлдыздар ежелден адамдардың қызығушылығын тудыратын. Бір-біріне жақын орналасқан жұлдыздардың тобы қандай да бір жануарға ұқсатылып, соған лайық атауға ие болған. Мысалы, аққу, қоян, арыстан, айдаһар, көптеген шоқ жұлдыздар аңыз кейіпкерлерінің атымен аталған. Мысалы, Геркулес, Персей, Андромеда. Адамдар географиялық атаулар болмаған кезде шоқ жұлдыздарға қарап жолды тапқан. Жыл мезгілдерін анықтап, шаруашылықтарын жоспарлап отырған. Астроном Клавдий Птоломейдің біздің заманымызға дейін 2-ші ғасыр тізімінде шоқ жұлдыздардың 48 атауын енгізген. Олардың 47-сі бүгінгі күнге дейін жеткен. 16-ші ғасырда әйгілі неміс суретшісі Дюрер типографиялық тәсілмен басылған тарихтағы алғашқы аспан жұлдызының картасын жасаған. Ежелгі грек астрономы берілген кеткен шоқ жұлдыздар Дюрер ағашқа дейін ойып жасаған суреттермен толықтырды. Ал енді 15-ші ғасырда өмір сүрген ортаазиялық ғалым астроном Олфбек аспан әлемінің жұлдызды каталогын құрастырған болатын. Аспан шырақтарының бейнелері халық қолөнерінде де қолданылып кеткен. Мысалға алсақ, халқымыздың қолөнерінде жұлдыз, ай, күнді бейнелетін аспан денелеріне ұқсас өрнектер жиі кездеседі. Жұлдыз тәрізді белгілерді ойлап тауып, оларды полимер балшықтан үстіне немесе фольгаға сурет салып киіп алады. Олар алда жасайтын жұмысына керек болады. Мына жерде қарап тұрсыздар, жұлдыз аспанда айдаһар, цефей, центавр, бикеш, гидра, Кассиопея, Пегас, Геркулес, үлкен аюлы, кіші аюлы деген жұлдыздардың аттарын көріп отырсыздар. Енді біз сіздерменен қазір сөз жұмбақты қарап өтейік. Сіздерменен біздің оқушыларымыз өте дарынды және өз білімін сөз жұмбақпенен қарап көреді, салыстыра бастайды. Мына жерде сөз жұмбағымызда жұлдызды аспанда жылы түстер сөз жұмбағын қарап көрейік. Кішкене үлкейтіп, өзімізге шрифттерді көбірек үлкейтіп қарайық. Кілемдердің шеттеріне қолданылатын өрнек. Міне қараңыз, бірде оның жауабы қандай екен? Су бұл жерде. Дұрыс, өте жақсы айтасыз. Екінші, құс қанаты дейді. Екінші жылы түстер сөз жұмбағында ұшқан құстың қанатын тұспалдайтын өрнек. Міне мен сіздермен бірге жарысып, бұл сөз жұмбақтың жауабын алдын ала айтып жібердім. Міне. Үшінші, тіл көзден сақтайтын бойтұмар үлгілес өрнектер. Бұл сіздер жақсы білесіздер. Қазақ халқы өзінің кеудесіне тағып жүретін балалар. Айта қойыңыздаршы, бұны қалай сөз жұмбақта анықтауға болады екен? Тамаша, тұмарша, дұрыс айтасыз. Төртінші, қоржын, аяққап, тағы басқа тұрмыстық жиһаздарды әшкерелегенде қолданылатын өрнек.
Сіздер білесіздер, өрнектің төрт түрін: геометриялық өрнектер, өсімдік өрнектері, жануарлар өрнегі, және бүгін ғарыш өрнектері деді, космогониялық өрнектер. Мына төртінші жауап. Тышқан ізі дейсіз, дұрыс айтасыз. Тамаша, қандай дарынды баласыздар. Ал енді сөз жұмбақ бізде хроматикалық түстерден екі түске бөлінеді. Бірінші жылы түстер, екінші суық түстер. Қана сөз жұмбақтың екінші суық түстерін көрейік. Мұны жауабын қарап көріңіздер. Тамаша, суық түстер сөз жұмбағында бірінші бізге не айтады екен? Қошқардың мүйізін тұспалдайтын өрнек. Біз айтты, бұл өрнектің қай түріне жатады дедік. Дұрыс, өрнектің төрт түріне жатады, бұл жануарлар өрнегіне жатады. Біз оны заморфты өрнектер дейміз. Мына бірінші сөз жұмбақта дұрыс айттыңыз. Тамаша, біз қазақ халқы сондай өнерлі халық, ол жануарлардың дене мүшесінен алынатын элементтер, оны қошқар мүйіз деп айтады екен. Тамаша, жақсы жауап бердіңіз. Өте дарынды екенсіз. Екінші, біз қараймыз, қошқар мүйіз өрнегінің бір жағын бейнелейтін өрнек дейді. Қошқар мүйіз екі жақпен өрнектеліп келсе, бұл бір жағын ғана бейнелейтін өрнектің аты кім айтады екен? Дұрыс, сен айтасың, жануарлар өрнегіне жатады деп. Бұл өрнектің аты тамаша, сыңар мүйіз. Қошқар мүйіз өрнегінің бір жағын бейнелейтін өрнек. Үшінші, күнді бейнелейтін космогониялық өрнектер. Бұл қандай екен? Мұны біз бүгін космогониялық өрнектермен практикалық жұмыстар жасағанде, мұны күнді бейнелейтін космогониялық өрнекті қалай деп атаймыз, балалар? Кім айтады екен? Шеңбер. Өте жақсы, қандай дарынды және өте білімді балалар екенсіздер. Енді төртінші сөз жұмбақтың қарап көрейік екен. Аспан денесін бейнелейтін өрнек. Бұл қандай өрнек екен? Біз өрнектің төрт үлкен саласы бар. Өрнектің 200-ден аттары бар дедік. Дұрыс. Ай. Сөз жұмбақтады дұрыс шешкенде тігінен жылы және суық түстердің аты шығады екен. Қарап көріңіздер. Мұны тігінен қараған кезде сары, бірінші жылы түстерде көріп тұрмыз. Екінші, қараңыздар, қара деген сөз бар. Осыларды арғарата өзіңіз ой қабілетін дамыту үшін және көшбасшылық қабілетіңізді осы жерде көрсете біліп, шешімді қабылдаған кезде өте батыл екеніңізді көрсетіп, біліміңізді өзіңіз салыстырып, сөз жұмбақты ары қарай шешуіңізге болады екен. Мұны біз сізбенен қазір осы тақырыпқа байланысты практикалық жұмыстарды көрсетеміз. Космогониялық өрнектерді. Бұған бізге керекті нәрсе. Алдыменен бізге фон керек. Біз мұна жұмыс орнымызды болғамас үшін мен мұнандай астына төсеніш төседім. Бізге керектісі мұна жерге қара түс қазір. Түнгі аспанды жасағымыз келеді. Ол үшін бізге қылғаламыз, біз айттық, 1-ден 4-ке дейін, 24-ке дейін саны бар. Және сол қылғаламның біз айттық бірнеше бөліктерге бөлінеді. Мысалға алатын болсақ, жалпақ қылғаламдар, домалақ қылғаламдар. Мен жұмыспен істеген кезде мені көріп тұрсыздар, жалпақ қылғаламмен істегенді жақсы көрем. Және қылғаламның өзінің ұстайтын жері бар. Мынау темірден істелінген домалақ жерден сіз саусақтарыңызбен ұстап, қылғаламның бағытын дұрыс көрсете бастайды. Біз қазір бірінші фонды жасаймыз. Қылғаламды істеген кезде гуаш суды жақсы көрмейді. Мұны қараңыз, жұмысты істеген кезде суды азырақ алғаныңыз дұрыс. Сонда фоныңыз өте қою. Мынау қазақтарда қазақ халқында өте қымбат мата бар, барқыт деген. Мынау суды аз алған кезіңізде және қылғаламмен бағыттан берген кезіңізде байқаңыз, мына жұмысыңыз сол барқыт материалына ұқсайды. Өте қою, фоныңыздың бағытын дұрыс көрсетуіңіз керек және бір-бірімен үйлестіріп, бұл жерде ешқандай тесік қалмау керек.
жұмыс істеген кезде саусағыңызды және жаныңыздағы заттарды былғамауға тырысыңыз. Қауіпсіздік ережесін ұстауыңыз керек. Қалғаламның ұшы сүйір болғанда көзіңізге тимеу керек. Жұмысты істеп жатқан кезде сізде күнделікті жұмыс істейтін болсаңыз, машықтану әдісі бар. Ол сіздің жұмысыңыздан көрініп тұрады. Қылғаламды өте жеңіл ұстау, бағытын дұрыс беру және үйлестіре білу, фонды дұрыс көркемдеу. Міне осы жұмысты істей келе біздің фонымыз дайын болып келе жатыр. Міне біз фонды дайындап болдық. Міне мынандай фонда біз тексере бастаймыз. Сізге ұнамайтын кейбір жерлер болады, ақ дақтар. Ол дақтарлардың бәрін үстіне істеп кетуіңізге бір алып. Көзіңізбен анық бір қарап көңіліңіз толу керек. Міне бұның ішіне шамды істеген кезде бізде жаңа бірнеше жұлдыздардың атын өтті. Бұл жерде 7 қарақшыны істеуіміз керек. Міне 7 қарақшыны істеген кезде біз әр уақытта ізденісте отырамыз. Міне 7 қарақшының формасы қандай екен? Және ол бұны біз контурларменен дәлдеп аламыз. Міне бұл жерде біз алтын контурларменен 7 қарақшының түрін жақсылап көрсетіп кетеміз. Осылай дайындап қоямыз. Бұл жұмыс бізге кебе беру керек. Міне бұл кепкенше біз екінші космос өрнектері, космогониялық өрнектер дегенде бұл жерде бұл элементтердің қандай мотивтерден тұрады екен? Біз айттық, бұл жерде айшық, ай, жұлдыз деген сияқты космостағы элементтердің міне. Бұл жерде біз өрнектерді істегенде, жолақтағы өрнектерді істейміз. Міне қараңыз, бізге керекті тонды қағаздар. Жолақтағы өрнектерді істегенде біз айттық, бұны саз балшықпен, ермек сазбен, болмаса гипстен формаларды құйып істеуіңізге болады. Рельефті түрде. Ал мен қазір тонды қағазда мына жолақтағы өрнектерді істеген кезде бірінші мен көрсетемін. Бұл жерде фонды. Фонды істеген кезде өрнектердің тұйық өрнек және жолақтағы өрнек деген нәрсе бар. Мына жерде мен үсті көрсетуім керек жолақтағы өрнекте. Фонның өзі тонды қағазда көрініп тұр. Жолақтағы істеген кезде тонға біз қателеспеуіміз керек. Жолақты көрсеткен кезде және тонды берген кезімізде біздің қолымыз өте дәл болу керек. Міне. Және бағытты берген кезде көлденеңінен береміз. Арасында бізде жолақтар қалмау керек. Алдыменен қылғаламды бергенде біз жолақтың шетіндегі контурын беріп отырамыз. Бұл арқылы біз арақашықтықты сақтаймыз. Космогониялық өрнектерде оның элементтерін көрсетеміз. Аспан әлемінде бұл жерде біз стилизация деген нәрсені өтеміз. Безендіру. Стилистік түрде біз аспан әлеміндегі элементтерді көрсетеміз. Жұмысты істеген кезде өте жылдам және дұрыс бере білу керек. Контурдан шықпау керек.
қылғаламның 8-13 нөмірлерін алуларыңызға болады. Қылғаламмен жұмыс істеген кезде қылғаламның сапалы қылғаламды алуыңыз керек. Онда сіз саусағыңызбен қылғаламның ұшын тексеріп отырасыз. Мына бүйтіп істеген кезде сіздің қылғаламыңыз секіріп тұру керек. Мына былай істегенде. Жақсы қылғаламдарды істеген кезде қылғалам өзінің сапасын көрсете біледі, және сондай жақсы қылғаламмен істеген кезде жұмысыңыз ойнақы, бір керемет образды көрсете алады. Бұл жерде біз мазоктарды берген кезде үлкен мазоктар, кішкентай мазоктар, беші мазоктар, тамшы мазоктар деген мазоктарды өткен сабақтарда айтып кетеміз. Мына жерде де қайталап кетеміз. Және міне біздің фонымыз дайын болды. Осы фонға біз қазір контурменен міне айды, космогониялық өрнектердің элементтері дейді. Міне өсімдік өрнегі болса, оларда модуль дейді. Ол бұтақтан, жапырақтан және гүлден тұрады. Ал бұл жерде аспан әлеміндегі элементтерден міне айды көрсетеміз. Міне былай көрсетеміз. Және бұның үшін контурменен былай алып кетсеңіз болады. Бұл жерде контурды істеген кезде кішкене қалыңырақ істеп кетсеңіз, фактураны көрсетесіз. Контурменен біз форманы көрсетеміз. Және осы жерде біз жұлдыздарды көрсетеміз. Міне. Орнықтырған кезде жұлдызды шашыраңқы тәсілменен аласыз. Айдың жанында қоршап, бәрі бір-бірімен әңгімелесіп тұрғандай. Аспан әлемін істеген кезде бұл балаларға өте қатты ұнайды. Міне біз сіздермен космогониялық өрнектердің салу тәсілдерін үйреніп жатырмыз. Бұл жолақты өрнекте. Және біз тұйық өрнек деген нәрсені. Тұйық өрнек белгілі бір геометриялық дененің ішінде орналасады. Ромбикте, шеңберде, төртбұрышта, үшбұрышта. Міне қараңыз, бізге керегі міне тонды қағаз болды, бізге керегі міне көк түс болды, және бізге керегі контур. Ал енді сіз міне осы жұмыстарды қарап, негізгі түс, үш түс болады, ол сары түс, қызыл түс және көк түс. Және хроматикалық түстер екіге бөлінеді, жылы және суық түстер деген. Мына жұлдызыңыздың ішіне мысалға мынандай гуаштарды көлемді қылып алып, контурға тигізбей, ортасын былай алып кетсеңіз болады. Сонда бұл жерде біз контраст деген терминді алып кетеміз. Міне қараңыз, жұмысыңызға әр береді және жұмысыңыз толығыменен әсерлі көрінеді. Бұл жұмысты істеп жатқан кезде сізде шабыт пайда болып, көңіліңіз көтеріліп, тағы бұны қалай істесем болады деген сияқты ой туады. Сол кезде сізге ғарышкер болмаса ғарышта деген тақырыптық картиналарды жасауларыңызға болады. Аспан әлеміне байланысты. Онда зымыранмен, ғарышкермен жасауыңызға болады. Бұл жерде менің тағы мынандай сұрақтарым бар сіздерге. Алғашқы ғарышкер кім? Мүмкін сіздер де сондай маманды таңдап, келешекте астроном болмаса ғарышкер болғыңыз келетін шығар. Мына жұмысты қараңыз. Сізге ұнады ма осындай жұмыстар? Ұнаса, өзіңіздің жұмысыңызды істеп көруге тырысыңыз. Басқа да көркем материалдармен жасауға болады. Полимер балшықтарменен, гипспенен, құю тәсіліменен рельефті түрде жұмыстарды жасауға болады. Оларды акрил краскасымен безендіруге болады. Ермек сазбенен бірнеше аспан әлеміндегі планеталарды жасап көруіңізге болады. Міне біздің жұмысымыз бітті. Бұл космогониялық өрнектер. Өрнекті істегенде мына жиектеріне сіз мынандай сары жолақтарды алып кетсеңіз болады. Мына жерден. Бұл сізге жұлдыздарменен жолақ
жол ашып тұрғандай, сізді аспанға қарай тартып тұрғандай, жалтылдап, сізді жол көрсетіп тұрғандай болады. Ерте кезде көптеген ғұламалар жұлдыздарға қарап жолды анықтаған. Мына жерде де мен сіздерге айтарым. Жасөспірімдер, менің сүйікті оқушыларым, сіздердің жолдарыңыз ашық болсын. Өздеріңіз білімді болыңыздар. Осы тақырыпқа байланысты біз 10 тест құрадық. Оның ішінде бір сұрақта 5 жауап бар. Оның бір жауабы дұрыс. Енді мен ойлаймын, менің сүйікті оқушыларым, сендер өте дарынды, талантты және ізденімпаз, заманауи, креативті, керемет жақсы оқушыларсыздар. Келешекте осындай маманды игеріп, біздің Қазақстанға пайдаларың тиіп, осы алған білімдеріңді өз өмірлеріңе қолданып кетсеңдер, біз өте қуаныштымыз. Сіз осы тестті Білген точка академиясында көріп, өз біліміңізді тексеруге болады. Іске сәт!